Мемлекеттік мектепте де жеке білім беру ортасында да хиджаб кию ел заңына қайшы. Ассалаумағалейкум қадірлі ағайын. Қазақстанда мемлекеттік және жеке мектептерде хиджаб кию заңға қайшы. Бұл туралы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігіне қарасты Дін істері комитетінің төрағасы Ержан Нүкежанов мәлімдеді. Жақында бір топ ата-ана президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа мәлімдеме жолдап, қыздарына мектепке хиджаб киіп баруды рұқсат етуге және мектептерде намаз оқитын орын ашуын сұраған. Бастама тобына Нұр-Сұлтан, Алматы және өзге қалаларда тұратын 1640 ата-ана кірген. Дін істері жөніндегі комитеттің төрағасы Ержан Нүкежанов 7 қыркүйек күні берген жауабында Білім және ғылым министрлігінің 2016 жылғы 14 қаңтар күнгі бірыңғай мектеп формасы туралы бұйрығына сүйенген. Біз ешкімді дініне қарап ала аламаймыз. Бізде зайырлы орта мектептер бар. Мектепке баратын кез келген адам Білім және ғылым министрлігінің бұйрығын, діни бірлестіктер туралы заң мен Конституция талаптарын орындауы тиіс деді ол. Биыл қыркүйектің басында Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов Қасқа жол YouTube арнасына берген сұхбатында мәселені діни контекстте қарауды жөн көрмейтінін айтқан. Мәселе дінде емес, қазіргі ереже бойынша мектеп формасы туралы талаптарға сәйкес келмейтін киіммен мектепке кіруге болмайды, деді министр. Қазақстанда хиджаб дауы осыдан бірнеше жыл бұрын өршіген. Шенеуніктердің айтуынша, мектептерде оқушыларға орамал тағуға тыйым салу діни экстремизммен күресу үшін қажет. Биыл жаңа оқу жылы дәстүрлі форматта басталып, оқушылар офлайн оқи бастағаннан кейін хиджаб дауы қайта қозды. 2017 жылы Астана соты орамал тағып сабаққа кіре алмаған оқушылардың ата-аналарының шағымын қанағаттандырмай тастаған болатын. Кейін түрлі аймақта балаларын мектепке орамалсыз жіберуден бас тартқан ондаған ата-анаға айыппұл салынған болатын. Өткен айда Білім және ғылым министрлігінің басшысы 2021-22 жылы жаңа оқу жылында балаларға мектепке классикалық үлгідегі киіммен баруға рұқсат етіледі деп мәлімдеген. Кіре алмады. Қоңырау соғылып, сабаққа жүгірген қатарластарын бүлдіршіндер бүгін сырттан ғана бақылап тұрды. Ақыры сабаққа кіре алмаған оқушылардың ата-анасы мектепке полицейлерді шақырды. Арызды қабылдағанмен құзырлы орган өкілдері дауға араласқан жоқ. Мектепке кіргізбей қойды. Директоры есіктің алдында тұрып, қыз балаға орамал тағуға болмайды. Мектепке шешіп кірсін дейді. Бұл баланың жеке өзінің құқығы. Апайым деген менің миымды жеп, бантик тағып келші деп қоймады. Ата-аналарың орамалды шеш деп айтса, сен не дер едің, шешесің ба деді. Сосын мен жоқ дедім. Ал мектептің кіреберісіне мектеп формасының үлгісі ілінген, оны сақтамаған оқушы сабаққа жіберілмейді. Бұл мектеп директорының нақты жауабы. Бұл оқушыларды бүгінгі таңда мектепке кіргізбеу себебіміз Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің нөмірі 26-2016 жылғы 14 қаңтардағы бұйрығы бар. Талқысына түскен бұл жағдайға психолог мамандар да бейжай қалмады. Мамандар балалардың күйзеліске түсетінін айтып, алаңдап отыр. Баланың жасынан басына орамал тағуы бұл әрине біріншіден ата-ананың ықпалының болғанын салдарынан болады. Әрине бұл дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі баланың еркін дамып жетілуіне толық мүмкіндік бере алмайды. Нақты заң бекітілмей орамал мәселесі үлкен дау туғыза берер сөзсіз. Себебі орамалды қолдаушылар саны бұдан да көп болуы мүмкін. Ержан Нүкежановтың осы күнгі берген сұхбатында хиджаб дауынан басқа да мәселелер қозғалған болатын. Соның бірі, біз дінге сенетін ғана емес, сенбейтін адамдардың да құқығын қамтамасыз етуді көздейміз. Әлемдік тәжірибеге сүйене отырып, заңға дінге сенбейтіндердің құқықтары деген анықтаманы енгізуді жоспарлап отырмыз. Мысалы, қазір бізде дінге сенетіндердің құқығы бар. Сол сияқты, дінге сенбейтіндердің де құқығы шектелмеу керек. Біз зайырлы мемлекетпіз. Конфессия мен діннен бұрын заңның үстемдігі жоғары. Заң барлығына ортақ және оны орындау міндет деген болатын. Оның айтуынша, Қазақстандағы діни ахуал қазіргі кезде тұрақты. Алдағы уақытта тағы бірқатар өзгерістер болады. Біздің комитетіміз дін саласындағы заңнамасы жетілдіру жұмыстарын жалғастырып жатыр. Соның аясында діни бірлестіктерді тіркеуді жеңілдету және жалпы діни шараларды өткізуге қатысты бірқатар өзгеріс енгізуді жоспарлап отырмыз деп атап өтті Нүкежанов.